Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дайындалу өте оңай әрі жылдам жасалынатын снек жасап көрсететін боламын. Бұл тещин язык деп аталады. Тойымды әрі жеңіл тағамдардың бірі болып саналады. Дайын болсақ, онда бастайық. Бұл тағамды дайындау үшін бізге 2 баклажан және 2 жұмыртқа қажет. Сонымен қатар бір үлкен қызанақ керек болады. Және ірімшік керек болады. Менде имер моцарелла ірімшігі. Баклажанымызды жақсылап сыртын суда жуып аламыз. Мен 2 үлкен баклажан алдым. Егер сіздер көп дайындайтын болсаңыздар, онда жұмыртқаны да, баклажанды да көптеп алуларыңызға болады. Баклажанның бас жағын осылай кесіп тастаймыз. Сосын қалыңдығы 1-1,5 сантиметрдей етіп, турап, жақсылап дайындап аламыз. Енді жұмыртқамызды алып, бір тостаққа қоспа дайындайтын боламыз. Оған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Баклажаныңыз көп болса, онда жұмыртқаны көбейте бересіз. Сосын кішкене қолдың ұшында ғана тұз себеміз, дәмін келтіру үшін. Сіздер қаласаңыздар, дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады. Ары қарай ірімшігімізді үккіштен өткізетін боламыз. Үккішіңіз осындай майда болатын болса, онда ірімшігіміз жақсы еритін болады. Үккіштен өткізілген ірімшікпен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Отты жағып, жарты кеседей пісте май немесе сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Ал енді дайындаған қоспамызға баклажан тіліктерін жақсылап 2 жағынан да малып аламыз. 2 жағынан да жаңағы жұмыртқамен және ірімшікпен жақсылап малып аламыз. 2 жағында да жағылу керек. Осылай. Сосын жаймен қуыра бастаймыз. Бір шетінен бастап қойып шығамыз. Бәрі баклажанның бір жағы қыздырғасын, екінші жағында дәл солай қызартып аламыз. Баклажанның піскендігін қалай білуге болады десеңіздер, шанышқыны кіргізген кезде баклажанның консистенциясы жұмсақ болып тұрады. Ал егер ол піспеген болса, шамалы қатылау болып тұрады. Сондықтан піспегендігін тексеріп алып, одан кейін баклажанымызды алып тарелкаға салатын боламыз. Қуырылған баклажанның артық майын сіңіріп алу үшін мен тарелканың астына осылай қағаз қойып қоям. Одан кейін үстінен де бір қағаз қойып, шамал бетіндегі майды да алып тастау үшін осылай шамал басам үстінен. Одан кейін осы қағаз бүкіл артық майын өзіне сіңдіріп алады. Осылай жасасаңыздар, баклажандарыңыз қатты майлы болып кетпейді. Міне менде баклажандарым осылай қызарып, қуырылып шықты. Оларды 2 тарелкаға салып қойдым. Енді үстіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызанақты жақсылап 4 бұрышты және майда етіп турап аламыз. Бір тостаққа салып, әдемілеп, үстінен енді сарымсақ қосатын боламыз. Егер сарымсағыңыз үлкен болса, біреуін, ұсақтау болса, екеуін үккіштен өткізіп, жаңағы қызанақтың бетіне саламыз. Одан кейін кішкене ғана тұз қосып жіберсек болады. Ары қарай көзбен шамалап, аздап майонез қосатын боламыз. Дайындаған қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Қоспамыз дайын болды. Енді әдемілеп қуырылған баклажанның бетіне осылай қойып шығатын боламыз. Егер сіздер көптеу салғыларыңыз келсе, онда баклажанның бетіне толықтай жауып тұратындай етіп салсаңыздар болады. Ал менде 2 сарымсақ қосқандықтан жаңағы ащы болып кетпесін деп, ортасына әдемілеп салып жатырмын осылай. Егер сіздер қызанақтың туралған вариантын ұнатпайтын болсаңыздар, онда жұқа етіп, тілімдеп кесіп, бетіне қойсаңыздар болады. Және оның бетіне майонез жағып шықсаңыздар да болады. Ал міне бүгін біз дайындаған снек тещин язык дайын болды. Енді мен бетін
укроп және петрушкамен әрлейтін боламын. Бірінші тарелкама әрқайсысы қуырылған баклажан үстіне укропты әдемілеп осылай қойып шықтым. Укропты тек әрлеу үшін ғана емес, оны баклажанға қосып жегенде де дәмі өте керемет болып шығады. Егер сіздерде укроп болмайтын болса, онда қоспай қойсаңыздар да болады. Ал екінші тарелкамды мен осылай петрушкамен әрлеп шықтым. 2 үлкен баклажаннан менде 2 үлкен тарелка осылай қуырылған баклажан дайын болды. Тещин язык осылай 10-15 минуттың ішінде тез дайындалатын тағам болғандықтан, аяқ астынан егер қонақ күтетін болып қалсаңыздар, дайындап берсеңіздер, столдарыңыздың сәнін келтіріп тұратын тағам ретінде саналады. Міне осылай барлық баклажандарымды әрлеп шықтым. Бетіне петрушка мен укропты қойып шықтым. Сіздер де осы рецептпен тещин языкты дайындап көрсеңіздер болады. Егер сізге бүгінгі дайындаған рецептіміз тещин язык баклажан ұнаған болса, онда біздің каналымызға жазылып кетіңіздер. Лайк басып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын бәрімізге.